Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Бүгінгі хадисіміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның балаларының арасында әділетті болыңдар деген хадисі. Бір күні Нұғман ибн Баширдің әкесі оған мал дүниесінен бір бөлігін садақа қылып береді. Бұны көрген уақытта анасының өзі разы болмай, мына істеріңді пайғамбарымыздан барып сұраңдар дейді. Сонда ол баласын ертіп алып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына келеді, сөйтіп болған жайтты хабарлайды. Сонда пайғамбарымыз тыңдап болғаннан кейін оған айтады: "Афаалта хада биуаладика куллихим?" Мына ісіңді балаларыңның барлығына жасадың ба дейді. Сонда ол жоқ дейді. "Иттақуллаха фадилу фи ауладикум." Алладан қорқыңдар да балаларыңның арасында әділетті болыңдар. Фарджаху дейді. Ана бергеніңді қайтадан қайтарып ал дейді. Содан ол кісі бірден баласына берген нәрсесін қайтадан қайтарып алған екен. Мінекей ислам дініміз балалардың арасын ұл бала, қыз бала деп бөлместен, біріне бір нәрсе берсеңіз, екіншісіне де беріңіз деп осыны әмір еткен еді. Ислам дініміз тіпті бір балаңыздың зерек екендігін байқасаңыз, оның зеректігі үшін оған басқа бір қарым-қатынас жасап, басқалардан бір ерекше жасап, я болмаса бір ерекше сый беріп, ондай құрмет көрсетуді дұрыс көрмеген. Бересіз ба, сый құрметті баршасына бірдей беріңіз, бермесеңіз ешкімге еш нәрсе бермеңіз деген. Алла тағала разы болсын.